оның кеткенін қалай? Өйткені мынадай әділ болу керек. Қазақты басып, әтеуір Қытайды туын көтеретін бұл кім екен? Қазақты басып, туын тігіп міне жерде. Қазаққа ойына келгенін айтып, сөйтіңдер, бүтіндер, болды, жұмысқа шығыңдар деп сөйлемей тұрады бауыр. Олай істеудің ешқандай керегі жоқ. Әділетті болсын да, мен де кетем, ол Қытайда кетеді. Болды, әңгімесі осымен тоқтайды. Қалғандар жұмыс жасайтындар жасайды, жасамайтындар өзі біледі. Бірақ мен ешкімді, менің артымнан мен жүр деп ешкімге айтпаймын. Мен ешкімге өйтіп сөз сөйлемеймін да, менің артымнан ергенін де қаламаймын. Молодец, Менің артымнан ергенін қаламаймын. Әркімнің өз ойы бар, өзінің пікірі бар. Жарайды, мен бір Қытай үшін, бір Қытай емес, 10 Қытайды алып кетсем де, мен өліп кетсем де ризамын. Конкретно түрмеге түсіп кетейін, сол жерде шіріп өлейін, мен қазақтың рухым өшпейді. Қазақтың рухым өшпейді. Қазақтың мен қанша жылдан армандаған нәрсесі мен ойымда тұрады. Мен өйткені қазақтың баласымын, қазақтың ұлымын мен. Қазақтың бар Қытайдың қазақтарды алып Қытайлар сайқымазақ қылғанын мен қаламаймын. Ана Әмина деген қыздарым болып, мен қанша рет айттым оған. Қарындасым, сен бір ауыз сөз айтшы осыған. Жолама, жаныма, жолама, мен қасыма, маңайыма келме десең, мен ол Қытайды жасайын дедім. Кеше мен оны олай мен ойда болған жоқпын. Просто қарындасым ретінде оны шымшып бетіне сипалап ойнағанға Қытай маған өзіне маған тіке ұмтылды. Содан кейін Қытай сол жерде көтін айтып тастады. Надо керек болса өлтіріп тастайтын еді. Тәтелер ұстап алды. Біледі ғой тәтелер? Мен пышақты алып бауыздап тастайын деген ол жерде. Қаным сондай басын ашады. Өйткені мен бір қазақтың қызы, бір қазағым менің жалғызым. Қазағым менің жалғызым. Аз ғана қазақты, мына сияқты қай-қайдағы бір пәтуасы жоқ адамдарға келіп мазалатып, іркі салуын мен қаламаймын. Мен істемеймін бұл жерге. Мен бұл жерге қарап қалған жоқпын. Маған қанша 500 мың, 600 мың теңге берсе де, мен істемеймін. Өйткені мен бұл жерде ешқандай мен істеуге де, бұл жерге бір еңбек сіңіруге де мен ешқандай құқығым жоқ. Өйткені мен қазақтың туы дедім ба, қазақтың намысы дедім ба, соны бетке аламын. Любой Қытай келсін алдыма, любой Қытай келсін, орысы келсін, мен қазақ үшін тұрып беремін. Қазақ үшін мен кеудем оқ дейтін болса, мен риза болып өлемін. Дінім үшін, ұлтым үшін өліп кетсем, мен ризамын. Молодец, молодец. Al.